Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан ихсан жөнінде сұраған. Ихсан дегеніміз не дегенде, пайғамбарымыз айтады, ихсан дегеніміз Алланы көріп тұрғандай Аллаға құлшылық ету дейді. Және егер ондай сенімді жүрегіңе қабылдай алмасаң, Алла сені көріп тұр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ихсан жөнінде осылай жауап берген екен. Яғни адам баласы бұл өмірге келгеннен кейін сынақ өмірде біз қазір өмір сүріп жатырмыз. Осы өмір кезеңінде әрбір жасаған амалымызды, ісімізді Алла көріп тұрғандай жағдайда жасауымыз керектігін ұғынамыз. Яғни кез келген кісі Алла сені көріп тұр деген сенімді жүрегіне алса, демек ол Алладан ұялады, Алладан қорқады, сөйтеді әрбір ісін шынайы жасайды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы рухани ілімді қолға алып жатырмыз. Өйткені бұл ілімді біздің бабаларымыз ұстанған ілім, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ұстанған ілімі, Абай атамыздың, Шәкәрім бабаларымыздың. Соны біз енді рухани жаңғыру аясында халқымызға кеңінен насихаттауды қолға алып жатырмыз. Еліміздің діннің өркендеуіне, руханияттың өркендеуіне үлес қосу үшін барынша қызмет жасап жатырмыз. Сол кішкентай болса да осы кітабымыз біздің халықтың рухани өрлеуіне, жастарымыздың әдепті, мәдениетті болып өсуіне себепші болса деген ниетіміз. Сондай мақсатта бұл кітапты біз басып шықтық. Ихсан кітабы қалың оқырманға жол тартты. Алла біздің мақсат тұтқан ниетімізді орындалуын нәсіп етсін.